Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Наполеон печеньесін дайындайтын боламыз. Үй температурасында майымызды ұнымызға араластырамыз. Sütümüz ve жұмыртқамызды қосып, қопсытқышымызды араластырып, нанымызды илеп аламыз. Иленген нанымыздың бетін жауып, холодильникке 10-15 минутқа қоямыз. Қоспасына ұсақтап туралған грек жаңғағына қантымызды қосып, араластырамыз. Нанымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Аздаған ұн сеуіп, нанымызды домалақтап жайып шығамыз. Нанымызды дәл осы видеодағыдай кесіп шығамыз. Дайындап қойған қоспамызды шет жағынан салып шығамыз. Печеньемізді айландырып орап шығамыз. Пергамент қағазына қоямыз. Духовкамыздың қызуына қарай 165 градуста 30-35 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен печеньемізді қант ұнтағына араластырамыз. Печеньеміздің дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.